Құрметті Батыс Қазақстан облысының тұрғындары, өздеріңізге белгілі Конституцияның 3 және 6 баптарына сай халық биліктің көзі. Және де халық жер асты, жер үстіндегі бүкіл байлықтарды, оның ішіндегі қазба байлықтардың иесі, қожайыны. Дегенмен де осы біздің халықтың елдің атынан мүддесін танытатын лауазымды тұлғалар мен жоғарыдағы астанадағы кейбір шенеуніктердің іс-әрекеті мен іс-әрекетсіздігі кәдімгідей халықтың құқығы мен мүддесіне зиян келтіріп отыр. Өздеріңізге белгілі президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен осы жаңағы мен айтқан нормалар халықтың арманы осы ата заңымызға енгізілген болатын. Бірақ дегенмен де ұлттық қауіпсіздікке байланысты кейбір мәселелер тұрғындардың жан айқайы әліңге дейін кейбір жоғарыдағы шенеуніктердің әдейі қасақана жасалатын мен ойымша іс-әрекетсіздігінен өрбімей, дамымай отырған сияқты болып көрінеді. Ары қарай тақырыпты Мұхтар жалғастырады. Енді қадірменді Орал қаласының тұрғындары, жерлестер, кешелі бері үлкен айқай-шу шығып жатыр. Орынбордағы газ өңдеу заводы қазір жұмысын тоқтатты. Сонымен бірге бізде үлкен мәселе туып тұр, яғни қыстың жағдайы, қыстың қамы қандай болады. Жайық жылу қуатының 5 қазанның жағдайын алдында видеода көрсетіп айттық. Мұнысы да түрлі тұрғанда мына тіпті жығылғанға жұдырық болды. Газ өңдеу заводы дрон шабуылынан тоқтап тұр. Вон, видишь? Пизда нахуй. Ебанулся, бля. Бізді Қарашығанақта жылына 30 миллиард куб газ өндірілетін болса, соның 1/3 бөлігі осы заводта өңделіп, өзімізге қайтатын еді. Енді көріп отырсыздар. 30 жыл бойы біз шикізат өндіретін мемлекет болдық. 15 жылдан бері бізге уәде беріп жатыр. Өзімізге газ өңдейтін завод саламыз деп. Корпорацияда, мемлекетте, енді корпорация Қарашығанақтың корпорациясына ол тиімсіз. Бізге ақша салу, инвестиция бөлу. Оларға тиімсіз жаңа Ресейге айда жіберіп, содан бізге бергендігі. Қалған ол шетелге, әлемге сатып ақша тауып оларға тиімсіз. Ресейге бізге шикізат өндіруші болғанымыз тиімді. Оларға да бізге завод салған тиімсіз. А біздің мемлекеттік госслужащийлар, қызметкерлер неге аузын ашып отыр? Кім 15 жылдан бері уәде беріп, осы бізге салынатын газ өңдеу заводын салуына кедергі жасап келген қай мемлекеттік қызметкер? Үкімет деп айта алмаймын. Үкімет 2-3 жыл сайын ауысады. А бұл мәселенің көтерілгеніне 15 жылдан бері аяқтан шалып, осы проекттің іске асуына кедергі жасап келген кім? Сол маған өте бір қызықты бір мәселе болып тұр, сұрақ болып тұрады. Енді не істейміз енді? Қалай шешіледі осы мәселе? Енді шиқаның жарылатын уақыты болды ғой. Өзімізге завод салу керек, салуды талап етеміз. Міне көріндік, осы уақытқа дейін осы түйткіл мәселені жасырып келдік. Мінекей енді шегіне жетті. Кімнің кім екенін. Осы уақытқа дейін біз энергия қуатына Ресейге тәуелді екеніміз көрініп қалды. Енді біз экономик тұрғыдан, қаржылай да, энергетикалық қуат түрінде тәуелдіміз бе? Әлде саяси тәуелдіміз бе? Осыны осы жерде шешу көрсету керек бізге. Біз тәуелсіз дейміз. Біз мына түрімізбен өзіміз завод сала алмай, көріп отырсыздар, тіпті газ өңдейтін заводты салуға қауқарсызбыз. Әлемде ең үлкен газ өндіретін кенді меңгере отырып, осындай сорлы болып отыр. Егер де біз завод сала алмайтын болсақ, осы мәселе шешілмесе, онда біз саяси де тәуелді отар
ел екенімізді мойындау керекпіз. Сондықтан да министрліктен жауап күтемін. Шешім шығарасыздар ма, шығармайсыздар ма? Газ өңдейтін зауыт Орал қаласына салынсын. Осыны талап етеміз. Әлде біз онда тәуелді, саяси тәуелді елміз деп мойындау керекпіз онда. Бір елдің айтқанын шалмай, осы қарашада тіпті сол форум болады деп жатырмыз. Мына жағдай тіпті керім болды.